Орыс жазушысы Александр Бектің «Қақтығыс» романы. Қазақ оқырмандарына «Арпалыс» романымен жақсы таныс. Орыс жазушысы Александр Бек 1903 жылы Саратов қаласында дүниеге келген. 16 жасынан бастап азамат соғысына, кейінірек ұлы отан соғысына қатысты. Жазушының шоқтығы биік шығармалары көп. Өзінің сөзімен айтсақ, солардың ішіндегі ең басты шығармасы 1960-1964 жылдар аралығында жазылған «Қақтығыс» романы. Өткен дәуірдің шындығын суреттейтін «Қақтығыс» романы орыс жазушысы Александр Бектің сүбелі шығармаларының бірі. Романда 20 ғасырдың басындағы ауыр өнеркәсіптің даму жолдары туралы тарихи оқиғалар көркемдік тұрғыда суреттеледі. Сталин және солақай саясатты шебер пайдаланған оның төңірегіндегілердің бейнесі, адамдар арасындағы қақтығыстар шынайы көрсетіледі. Аты шулы роман жазушының көз тірісінде 1971 жылы шетелде басылып шықты. Одан кейін көптеген халықтар тіліне аударылды. Өмірінің ең басты кітабын өз елінде, өз тілінде көре алмауы жазушыға ауыр тиді. Роман Кеңес одағында тек 1986 жылы ғана жарық көрді. Ұсынылып отырған басылым қазақ тілінде тұңғыш басылып отыр. Жазушы Еркінбек Тұрысовтың «Темірлан» тарихи романы. Шыңғыс ханнан кейін оның сұрапыл жорықтарынан қалған өшпейтін ізін басып, ол аспаған аспан таулардан асып, Зұлхарнай жете алмаған Үндістанның көк дариясына арғымағын суарған қаһарманның кемеңгер падишах, жауынгер қолбасы, жай қарапайым адам ретіндегі бейнесі де ашылмаған ақиқат, шешілмеген жұмбаққа толы. Темірлан романдағы қатерлі керуен, көгілдір күмбез және соңғы сағат бөлімдерінде Әмір Темірдің өмірі мен заманы, жосынды жорықтары жайында кеңінен әңгімеленеді. Татар жазушысы Гузель Яхинаның «Зулиханың оянуы» романы. Бұл роман өткен тарихымыздағы әлі күнге дейін айтылмай жүрген ащы шындықтың бетін ашып, бүгінгі және келер ұрпақ білуге тиіс ақиқатты айта білген туынды. 1930 жылдары гулаг ретінде Сібірге жер аударылған, тар кезеңде тағдырлары тоғысқан сан алуан жан өлім мен өмір беттескен сәттерде тірі қалу үшін белсене күреседі. Рух қайсарлығы, жүрек жылуы, ана махаббаты. Романның бас кейіпкері Зулиха осы қасиеттерінің арқасында тағдыр сынынан сүрінбей өтеді. Гузель Яхинаның тырнақалды туындысы «Зулиханың оянуы» романы әлемнің 30 тіліне аударылды. Шығарма желісі бойынша көп сериалы фильм түсірілді. Құрметті оқырмандар, біздің Лисаков орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің барлық кітапханаларында өздеріңізге таныстырылып отырған кітаптардың барлығы бар. Бұлардан өзге түрлі жанрдағы қызықты кітаптар қатары мол. Кітапханаға келіңіздер, өздеріңізді қызықтыратын кітаптарды алып оқыңыздар.